Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 30-ші Қ топ білім алушысы Нұрхан Нұрханқызы. Мектептегі байқау практикасы. Практика жетекшісі Тілекеева Фариза Абылаевна. Бүгін қазақ тілі пәні бойынша 5-ші сыныпқа қашықтықтан оқыту сабағын өткізетін боламын. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырып аспан денелері. Сабақтың мақсатымен таныса өтейік. Барлық оқушылар орындай алатын тапсырмалар. Тыңдалым мен оқылымды ұштастыра отырып, мәтіннен синонимдерді табады. Көптеген оқушылар орындай алатын тапсырма. Мәтін бойынша диаграмма толтырады. Кейбір оқушылар орындай алатын тапсырма. Тақырыптарға байланысты үйренген жаңа сөздер мен тірек сөздерді сәйкестендіреді. Оқушылар, мына сұрақтарға жауап берейік. Суретте не бейнеленген? Сендер жұлдыздарды тамашалап көрдіңдер ме? Және олар қайда орналасқан? Бүгінгі сабақтың тақырыбы аспан денелері. Осы сұрақтарды бүгінгі тақырыпта қамтитын боламыз. Оқылым алды тапсырма. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Түнгі аспан қандай? Және күндізгі аспан қандай? Осы екі сұрақты салыстыра отырып, сұраққа жауап береміз. Мәтінмен жұмыс. Үшінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, төменде берілген сөздердің синонимін мәтіннен тауып жазыңыз. Планета дегенде әуелі әлеміміз және күннің айналасында орналасқан қалған 8 ғаламшар ойымызға келеді. Күн жүйесі деп аталатын 9 планетаның күннен алшақтығы бойынша реті мынандай: Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун және Плутон. Күнге ең жақын болған Меркурий, Шолпан, Жер планеталары бұлар ішкі планеталар. Ал Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон планеталары сыртқы планеталар деп аталады. Марс пен Юпитердің арасында астероид деп аталатын кішкене планеталар да бар. Меркурий, Шолпан және Плутон планеталарынан басқа бүкіл планеталардың бір немесе бірнеше серіктер бар. Қазіргі таңда планеталық зерттеу жұмыстары барынша дамыған. Дәптермен жұмыс. Берілген сөздердің синонимін мәтіннен табу. Берілген сөздер: ғаламшар, алыс, жетілген, таяу. Мәтінді тыңдау барысында осы 4 сөздің синонимін мәтіннен тауып жазыңыздар. 5-ші тапсырма. Мәтін бойынша диаграмма толтыру. Мәтінде айта кеткендей, ішкі және сыртқы денелер негізінен 4 планетадан тұрады. Ішкі денелер бұл күнге жақын орналасқан 4 планета. Сыртқы денелер күннен алыс орналасқан 4 планета. Қорытынды. 6-ші тапсырма. Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты үйренген жаңа сөздер мен тірек сөздерді сәйкестендіру. Екі бағанда берілген сөздерді бір-бірімен сәйкестендіру. Және оқушылар бүгінгі сабақтан алған білімдерді өзара кері байланыс жасап қорытындылаңыздар. Бұл кері байланыс блок ағашы деп аталады. Блок ағашы бойынша бүгінгі сабақтағы біліміңіз бойынша өзіңізді ағаштың қай жеріне орналастырасыз? Және неліктен? Не қызықты болды? Бүгінгі сабақта не үйрендіңіздер? Қандай жаңалық алдыңыздар деген сұрақтарға жауап беру арқылы білімдеріңізді қорытындылап бағалаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ аяқталды.